Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияз қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Пияз қабығының қайнатпасын қалай дайындайды? Қандай емдік қасиеті бары туралы толық мәлімет беретін боламын. Қажетті ақпараттарды жіберіп алмаш үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Пияздың қабығы Е, В, С, ПП дәруменіне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементтеріне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттардың арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады, иммунитетті нығайтады, рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды. Аяқ ауруларын емдейді. Шаршауды басып қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады. Ішек жолдарын реттейді. Асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Мидың қан тамырларын тазалайды. Қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттейді, терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Қалай емдейді? Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді. Асқазан асқорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады, әрі бүйрек ауруының алдын алады, қан айналымды реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік және артериосклероз ауруын айықтырады, ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі, суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшықеттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады, әрі жылтырлығын арттырады. Пияз қабығының қайнатпасын халық медицинасында көптеген ауруға қарсы қолданады. Өйткені оның құрамында дәрумендер мен пайдалы элементтер көп. Сондықтан әртүрлі ауруға қарсы белсенді күреседі. Біз сіздердің назарларыңызға пияз қабығы арқылы алдын алуға болатын бір топ ауру тізімін ұсынамыз. Тамағыңыз жиі ауырса, пияз қабығының үстіне қайнаған су құйып, сүзгіден өткізіп, тамағыңызды шайыңыз. Тұмауға тап болсаңыз, қайнап жатқан 4 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын сеуіп, 3-5 минут ыстық бумен дем алыңыз. Қатты жөтелсеңіз, 2 стакан суға 2 ас қасық пияз қабығын салып, 15 минут қайнатыңыз және міндетті түрде сүзгіден өткізіңіз. Күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын стаканның 1/4 бөлігін тұтыныңыз. Бүйрегіңіз бен қуық қалбыршағыңыз ауырса, 3 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын алып, үстіне 2 стакан қайнаған су құйып, 30 минутқа қалдырыңыз. Қуығыңыз қатты қабынып ауырса, күніне 2 рет 50 мл 3-5 күн ішіңіз. Ал үнемі ауыратын болса, онда күніне 3-4 рет 2 ас қасықтан 10 күн үзбей тұтыныңыз. Тамыр аурулары мазаңызды алса, 2 ас қасық ұнтақталған пияз қабығына 100 мл қайнаған су құйып 7 күн күтіңіз. Дайын болған соң жақсылап сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын 20 тамшысын ішіңіз. Мынандай тәсіл бар: 2 ас қасық пияз қабығын 400 мл қайнаған ыстық су құйып, 6 сағат күтіп, кейін сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын стаканның 1/4 бөлігін 7-10 күн ішіңіз. Бір апта үзіліс жасап, емдеу курсын әрі қарай жалғастыруға болады. Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз.
1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан да айығасыз, суық түйгізден сақтанасыз. Тәбетіңіз артып, қан тамырын тазалайды. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішесіз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стакан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдаңыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, 2-1 ас қасық бақбақ одуванчик тамырын және қасықтың жарты бөлігімен мыңжапырақ шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң 150 мл ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емдеу мерзімі 10 күн. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Ақпарат қызықты болса, достарыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеліп, коммент қалдырып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.